Наурызда ғана отағасы атанған актер депутат Асылхан Төлеповтың үйлену тойы бүгін Ақтөбе қаласында тойлануда. Алайда Асылхан өміріндегі ең маңызды күні трендке айналған гулянкадан бас тартып, оның орнына жетім балаларға дастархан жайған. Бұл туралы Алпамыс Шәрімов Instagram парақшасында жазды. Алпамыстың сөзіне сүйенсек, Асылхан қайырымды ісін жария еткісі келмеген. Кешір Асылхан, халық білсін, талай біліп білмей жатқан оң істерін қаншама. Бірақ бұл ісің менің жүрегіме досыма деген мақтаныш, құрмет сезімін еселетті. Әрине, бұны сен біреу білсін деп емес, жүрегіңмен риясыз істедің. Сендей азаматтардың ісі көпке үлгі болу керек. Әмина апайдың перзент балалар үйіне барып дастархан жайып, көңілдеріңізді білдіріп, қаншама құрмет көрсеткендеріңіз жақсыз. Өзің үшін маңызды күнде жастардың гулянкасын жақсы іске алмастыруды да жамағатқа үлгі, жартыға бүтін болсын. Бүгінгі бақытты күндеріңізге сіздермен бірге болғаныма мен бақыттымын деп жазды Алпамыс желідегі парақшасында. Айта кетейік, Асылхан Төлеповтың жарының есімі Айсұлу. Қос ғашық өткен айда, қазан айында шаңырақ көтерген болатын. Өзбекстанның шоу-бизнесінің жұлдыздары ағайынды Махамовтар туған күндерін Алматыға келіп, қазақ эстрадасының жұлдыздарымен бірге тойлады. Қазақ шоу-бизнесіндегі әріптес достары әнші Диор Махамов пен актер Елиор Махамовқа тосын сый жасады. Жыл сайын туған күндерінде басқа жерге кетуді әдетке айналдырған Махамовтар биыл Алматының төрінде болды. Әнші Диор қазақстандық әріптестерінің тосын сыйын күтпедім десе, әнісі актер Елиор аздап сезгенін жеткізді. Айта кетейік, актер Елиор Махамов Алматыға алғаш рет келіп отыр. Umuman olganda menda shunaqa odat. Әр жылы туған күнімде Өзбекстаннан басқа жаққа кетемін. Бұл жылы Алматыға келуге ниет еттік бауырымыз екеуміз. Мен жігіттерден шулатпайық, өзіміз демалайық, ешкім әуреленбесін деп сұрағам. Күндіз медеуге Шымбұлаққа барып демалдық. Кешкі асты осындай ішеміз деп ертіп келіп, осындай керемет тосын сый жасап отыр. Өте қуаныштымыз. Қазақстандық өнер иелеріне алғысым шексіз. Барыш керек екен дейсті. Бару керек екен десті бәрі. Сәл сездім бір нәрсе ұйымдастырылғанын. Өте қуаныштымыз. Қазақстанда осындай достарымыздың барына. Естен кетпес кеш сыйлаған үшін ұйымдастырушыларға, сіздерге, Музон арнасына алғысымызды білдіріп бақыт тілейміз. Қош жұлдыздың туған күнін естен кетпестей әсерлі өткізу үшін қазақстандық шоу-бизнес өкілдері әбден дайындалған екен. Бұл кеште әсерлі әңгіме де, әсем ән де, керемет би де болды. Осылайша тосын сый жасаған қазақстандық өнер иелері Махамовтарға құттықтауларын жеткізді. Құрметті Диор, Елиор, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Бүгін әрине сіздермен бірге жақсы дастархандас болып жатырмыз. Қош келдіңіздер қазақ еліне. Жақында сіздердің елдеріңізде болған кезде Ташкентте бізді өте керемет күтіп, сондай бір кіші пейілдіктеріңізді көрсетіп жатсыздар. Өте риза болып, мен қуанып, Қазақстанға келгенде, еліме келгенде достарым бәріне осы Ташкентте біздің осындай жақсы достарымыз бар деп мақтаныш етіп айттым. Бүгін сіздер бізге елге қонақ болып келіп отырсыздар. Қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар, көбейіп, өсіп, өніп, бүкіл армандарыңыз орындала берсін. Біз сіздерді жақсы көреміз. Қымбатты Диор, Елиор бауырларым, сіздерді мен шын жүректен туған күндеріңізбен құттықтаймын. Өмірлеріңізге тек қана жақсылық тілеймін. Біздің тілеуіміз тек қана сіздердің биікке самғауларыңыз, ата-аналарыңыз аман болсын, бала-шағаларыңыз аман болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Жастан жасқа жете беріңіздер. Мен соны тілеймін сіздерге. Бақытты болыңыздар. Сегодня день рождения двух прекрасных мальчиков. Білесіздер ме, бүгін екі тамаша жігіттің туған күні. Өнердегі, бизнестегі танымал азаматтар бізге Қазақстанға келіп ерекше күндерін атап өтіп жатыр. Біз олардың қуанышына ортақпыз. Бар жақсылықты тілейміз және біз олар туған күндерін қазақстандық достарының ортасында атап өтіп жатқанына қуаныштымыз. Ташкенттен келген екі керемет меймандарымыз Диор, Елиордың туған күндері құтты болсын. Бәріміз қарсы алып, осылардың туған күнін құттықтап жатырмыз. Керемет кеш болып жатыр. Не айтам, өмір жастары ұзақ болсын. Қазақ пен өзбектің қарым-қатынасы, екі мемлекеттің достығы ұзағынан болып, біз енді негізі бір-бірімізге ағайынды бауыр мемлекеттеріміз. Сондықтан тәтті өмір сүріп, аспанымыз ашық болып, осындай жылдан жылға Диор мен Елиор туған күндерін тойлай берсін. Біз соған куәгер болып жүре берейік. Екі азамат, ағалы інілі бауырлар, Диор мен Елиор, біріншіден
дендер саулық болсын, дендер сау болсын, бақыт тілеймін, берекесі болсын, мерекесі болсын әрқашанда. Бастарынан бақ, астарынан тақ кетпесін. Мына езуленнің күлкі, көздерінен нұр көтпесін деймін. Әрқашанда әмісе мына өнерлері биікте берсін, қанаттары қатайып, биікке самғай берсін деп тілеймін. Екі ел арасындағы алтын көпір демекші, қазақстандық және өзбекстандық шоу-бизнес өкілдерінің достықтары нығая берсін дейміз. Ал Музон арнасы шоу-бизнестегі кез келген жаңалықты қалт жібермейді. Ағайынды Махамовтарды жаңа жасымен құттықтаймыз.